Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Беркен Мұханов. Достар, бүгінгі видеода сіздер ауыз қуыстығы туралы білетін боласыздар. Кеттік, видеоны қарайық. Ауыз қуыстығы, яғни ас сіңіру системасының ең бастапқы органы. Ауыз қуыстығына сырттан келетін ауқаттық өнім тістер арқылы майдаланып, сілекей бездер арқылы ылғалдалып, кейінгі орган, яғни жұтқыншаққа өткізеді. Ауыз қуыстығы екі бөлімге бөлінеді. Ауыздың алдыңғы бөлігі, яғни vestibulum oris, ауыздың меншікті қуысы capitis oris propria деп аталады. Ауыздың алдыңғы бөлігі, яғни vestibulum oris, сырт жағынан жақ, тері, ал іш жағынан болса тістер, қызыл иектер, тістің ерін арасындағы кеңістік, яғни осы кеңістікті біз ауыздың алдыңғы бөлігі деп атаймыз. Еріндер ауыз қуыстығының алдыңғы бөлігі, яғни vestibulum oris'тың бір бөлігі болып табылады. Еріндер латын тілінде labium oris деп аталады. Еріндер сырт жағынан терімен қапталып, іш жағынан шырышты қабықшамен қапталған сақиналы бұлшеттерден құралған болып табылады. Еріндерде тері шырышты қабықшаға айналып, іш жағынан қызыл иекке, яғни гингвиға ауысып, ортадағы жүгіншік, яғни frenulum labii superiors, frenulum labii inferiors пайда етеді. Capitis oris тістерден басталып, жұтқыншақтың басталу бөліміне аяқталады. Яғни ол жоғары жағынан қатты таңдай, жұмсақ таңдай және жұтқыншақтың басталу бөліміне аяқталады. Ал төменгі жағы болса диафрагма, яғни диафрагмадан құралған болып табылады. Диафрагма көріп тұрғансыз, ол жерде тіл орналасқан. Бұл диафрагманы латын тілінде біз диафрагма орис деп атаймыз. Шырышты қабат, яғни шырышты қабат тіл ұшынан басталып, төмен қарай бағытталып, тіл жігеншігін түзеді, яғни frenulum linguae'ні пайда етеді. Ал осы тіл жігеншігі, яғни frenulum linguae жан жағында сілекей бездері және тіл асты бездері орналасқан болып табылады. Яғни оны біз caruncula sublingualis деп атаймыз. Осы caruncula sublingualis'тен артқа қарай, яғни латералды бағытта тіл асты қатпары түзіледі. Яғни оны біз plica sublingualis деп атаймыз. Ол әртүрлі сілекей бездерінен түзілген болып табылады. Таңдай латын тілінде palatum деп аталады. Таңдайды біз үш бөлікке бөліп алатын болсақ, 1, 2, 3. Сол үш бөліктің үштен екісін қатты таңдай құрайды, яғни palatum durum. Ал қалған үштен бір бөлігін жұмсақ таңдай, palatum molle құрайды. Қатты таңдайды көріп тұрғандарыңыздай, ортада жүгеншік, яғни таңдай жүгеншігі орналасқан. Ол таңдай жүгеншігін біз латын тілінде rape palate деп атаймыз. Ал мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, қатты таңдай қатпарларын біз латын тілінде plicae palatinae transversae деп атаймыз. Осы қатты таңдай жалпы төменгі бетін жабатын шырышты қабықша тығыз фиброзды тін арқылы сүйек қабығымен тығыз байланысқан болып табылады. Жұмсақ таңдай латын тілінде palatum molle деп аталады. Оның басталу бөлігі қатты таңдайдың артқы бөлігі, яғни velum palatinumнан басталып, артқы бөлігі төменге қарай салбырап тұрушы тілшемен аяқталады. Яғни ол тілшені біз латын тілінде uvula деп атаймыз. Ал жұмсақ таңдайдың бүйір қапталы болса, доғашықтардан құралған болып табылады. Көріп тұрғандарыңыздай, ол доғашықтар екі түрге бөлінеді: алдыңғы доғашықтар және артқы доғашықтар. Алдыңғы доғашықтарды біз латын тілінде arcus palatum glossus деп атасақ, ал артқы доғашықтарды біз arcus palatum pharyngeus деп атаймыз. Ал осы екі доғашықтың ортасында орналасқан бадамша безі, яғни tonsilla palatina деп аталады. Көріп тұрғандарыңыздай, ол үшбұрышты пішінде сол ойысы толтырып тұрады. Оның вертикалды ұзындығы 20-25 мм, ал көлденең ұзындығы 12-15 мм болып табылады. Оның сырты эпителиймен қапталған және бұдыр-бұдыр ойыстардан құралған болып табылады. Ал осы бадамша безіне осы жерде ең жақын орналасқан артериал қан тамыр артерия пациалис болып табылады. Яғни ол кейде жұтқыншаққа да жақын болып келеді.
осы қан тамырды операция кезінде есепке алуымыз керек болып табылады. Ал енді жұмсақ таңдай құрамына кіретін бұлшықеттермен таныссақ. Ең алдымен мускулус палатум глоссус. Ол бұлшықеттің басталу бөлігі жұмсақ таңдай болып, ол аркус палатум глоссуске келіп, одан кейін тілдің бүйір қапталындағы пердесіне, яғни мускулус трансверсус лингуаe кеп бекіп, сол жерден аяқталады. Бұл бұлшықеттің қызметі жұмсақ таңдайды төменге түсіру болып табылады. Ал кейінгі бұлшықет бізде мускулус палатум паренхеус. Ол бұлшықеттің басталу бөлігі жұмсақ таңдай және хомулус птерикоидеустен басталып, төменге қарай мускулус палатум паренхеуске келіп, аяқталатын бөлігі қалқанша шеміршегінің артқы бөлігінен және жұмсақ жұтқыншақтың қабырғасына келіп бекиді. Бұл бұлшықеттің қызметі де жұмсақ таңдайды төменге түсіру және жұтқыншақты артқа тарту, оны қысқарту және жұмсақ таңдайды жұтқыншақтың қабырғасына жабыстыру болып табылады. Ал бізде кейінгі бұлшықет мускулус увула, яғни тілше, жұмсақ таңдайдың аяқталатын бөлігі. Бұл бұлшықеттің қызметіне келсек, бұл бұлшықет адам тік тұрған жағдайда жағының төменге түсіп кетуіне кедергі болатын бұлшықет болып табылады. Бұл бұлшықетті қысқартатын бұлшықет мускулус увулаe спина насалис posterior болып табылады. Ол әрине аты ұзын. Ол бұлшықеттің басталу бөлігі жұмсақ таңдайдың апоневрозынан келіп, тілшеге келіп аяқталады, яғни увулаға келіп аяқталады. Ал бізде кейінгі бұлшықет мускулус тенсор вели палатини, яғни бұл бұлшықетте эвстахия түтігінен басталып, тікбұрышты медиалды бағытта бұрылады, яғни хамулус процессус птерикоидеустен айналып өтіп, тікбұрышты медиал бағытта бұрылады. Бұрылып, жұмсақ таңдайдың апоневрозына келіп бекиді. Бұл бұлшықет керілгенде жұмсақ таңдайды көлденең бағытта жоғарыға көтереді, яғни өзіне тарту қызметін атқарады. Ал бізде кейінгі бұлшықет мускулус леватор вели палатини, яғни тұрғандарыңыздай қисық бағытта орналасқан. Ол бұлшықет бас сүйектің негізінен эвстахия түтігінен келіп, жұмсақ таңдай апоневрозына бекиді. Ол бұлшықеттің қызметі де жұмсақ таңдайды жоғарыға көтеру болып табылады.